Мамырдың 11-і ақшам зікір зирана. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Әйел адам бір істі тігіп бітіргенде алақан тазара береді. Оң жақта отырған қыз баланы қазақ өнерге баулыған, ондай қыздардың барған жерінде саусақ ойнаған. Саусағын ойнатқан әйел құрметті де сыйлы болған. Еркек те әйел де аталы жолда жүрген соң белгілі бір өнерді меңгерсін. Өнер үйрену қабірге кіргенше. Қолы қимылдағанның аузы қимылдайды. Қолы қимылдаған адам тамақты адалынан табады. Аталы жолдықтар өнер үйренсін. Қажымұқан ата. Қыз қатындардың перілігі өскен соншалық өзінен күштілерге де қарсы шығады. Әйелге тән перілігін пайдаланып, түрлі айла чарыққа салады. Өзіне ақылдымын, айлалымын деп ібілістің соңынан еріп кеткенін білмей қалды. Тіпті кішкентай қыздардың өзі үлкен сыйлауды қойған. Оларды ұял сым тетікпен шайтан тәрбиелеп жатыр. Кішкене кезінен бастап тәрбие берілмеген соң ділдің ауылы алыс. Әйтеуір үміт аталы жолдықтарда. Солар түптің түбінде ақ бақсылықпен алып шығары қақ. Бегім ана. Қазір әйелге, әйел еркекке сенбейтін заман болды. Бұрынғы еркектер әйелдердің ділі болғандықтан күш алып оларға қуат қосып отырған. Әйелдің ақылы еркектен артық болған соң көпшілігі ділін сақтап қалған. Бірақ опасыз болған соң жақсылық құмға сіңген судай болады. Сайып келгенде әйел еркекке, еркек әйелге мұқтаж. Аталы жолда жүргендердің көбі жалғыз. Сол үшін де екі жарты бір бүтін бола алмай тұр. Бүтіндік толық болмай, аталы жол жеңіске жете алмай жатқаны хақ. Зікірі Малайсары батыр. Орыс ұлтынан аталы жолға келетіндер бар. Өзімен өзі болып жүретіндердің алдынан жарық жолы ашылар. Көзіңмен көргенді ой елегінен өткізіп, қорытындыны өзің шығар. Жер дауы жасырын түрде жүріп жатыр. Көп ұзамай халыққа жақсы жаңалық жететін күн болар. Алла тағаланың белгісі жирек түсір. Аруақтар аталы жолдықтардың бас құрауын жоспарлауда, жаз жадырауымен сыйын ұсынар. Бір Алланың атымен бастаймын. Эверсон туралы шындық. Мексикада дауыл. Із қатпарлы жерден пайда болар. Сирек кездесетін аңдар елімізде көбейер. Күнә бейтараптық сезіммен байланысты. Үнемі ойды жетілдірумен жан өзеді. Қарабайырлық қағида бұзар. Сафра, лимфа, савда сүйек қышқылдарының теңесуі. Тозаңның көрінуі. Жазда бел ортасынағы. Монахтың тылсымнан хабарға жалғануы. Сүлеймен патшаның қайырлы істері қайталанар. Қарақата белден асынағы тұр. Сабындыда жан түршігерлік уақиға. Талғат бегелденіп әруағы Құран дәметуде. Баспана өтелі алынады. Қарсақта қара дауыл. Жең ұшынан болар қылмысқа тоқтау келер. Ақ пен қара ажыратып, елге дүрбелең кірер. Баянбай ата басында жалаңаштарға сынақ түсе бастайды. Көтен тауып, қолдауымен шипагерлік дариды. Астана үстінде қызыл шапақ. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мамырдың салқынымен адамдардың іштеріне салқындық енеді. Ішер тамақ мөлшерін азайту арқылы жеңілдіктер болады. Іш құрылыста қабыну белгілеріне ұқсас өзгерістермен тазару жүреді. Сондай-ақ табиғат құбылысындағы 7 желдің тоғысы жүректің соғысына оң әсері болады деген. Аласапыран мен алабөтендік қатар жүретін мезгіл кіреді. Алқа қотан отырыс, артынан болар тымтырыс, іс пен сөз қабыспайтын әурешілік көптіктен ұдайы берекесіздіктесіңдер. Сондай-ақ осы мамыр айындағы қателіктерің үшін қараша айында опық жемеу қамын ойластырыңдар деген ел билікке қарата айтылған ескерту келді тылсымнан. Сондай-ақ аспан әлемінде жұлдыздардың жымыңдасуы деген құбылыс болады деген ақпарат келді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Зікірден ақпарат. Жайнақты көрсетті. Аяқ асты бір құйын тұрып, бәр қоқысты сыпырып, сиырып алып кетті. Көктен әр жерде ұстайтын түйіншегі бар 3 арқан түсіп тұрды. Қапы қалмай қарманып қалыңдар деген үн келді. Аулада тұрған бесік көрініп өтті.
оған нұр түсіп тұрды. Бесіктің барлық жабдықтары аппақ етіп төселген болды, бірақ үсті бос болып тұрды. Айналада жемістер мен дәндерге толы жәшіктер болды. Бір жәшікте фисташки деген жаңғақ болды. Ол тұрған жерінде өніп, өскіні шығып келе жатты. Бисмиллахиррахманиррахим. Зікірдегі ақпараттар мен көріністер: іңкәрлік, тозақтық, адалдық. Қайыр сұрап қол жаймас болар. Дастан жазып, шезіре ақиқаты шығар кезең келді. Сыпайылық сылдыраған судай болмасын. Тәлім тәрбие тал бесіктен басталып, жер жанатқа кіргенде аяқталар. Көріністе адамның төбесінің басынан нұр өтіп, бүкіл тамырға жайылып, екі аяқтан өтіп, жерге жалғанған көрініс болды. Ақ қар көк мұздан өтіп, кек ағашына жалғануда деген үн келді. Аспанда толықсыған ай және ақ пырақ аттар ұшып жүрді. 99 кеңістік, 9 аяқ найза тұт деген үн келді. Тобықтан түйреп, сазға бүгін бүкпесін. Тарғыл тартқан күрең күз ауырлық салмасын. Дем беретін батыр рухы күш алды. 8 тері берекет әкелер. Қасқыр шілік сүріндірер. Аспанда тауыс құсы ұшып қанатын жайған кезде Алланың 99 аты жазылып тұрды. Орысша жазулар көрінді. Рус, Тургенев, Писер, Пишет, Горький, Плач деген үн келді. Айбарлы сөзбен тоқым қағар. Қызыл жағаларға сынақ болады. Өткен өмірден көлеңкелері келеді. Бейімбет Майлиннің Қамды кек романын оқуға барлық ата жолдықтарға тапсырма берілді. Одан кейінгі ақпаратта бұрынғы ата жолының аққуы Лариса деген әйел адамның көз жанарына қауіп бар, құрбандықпен сыналады деген сөзді көкейге салды. Алда аптап ыстықтар басталады. Балалар өміріне қауіп бар, 2 аяқты велосипед және от арбадан сақтық керек деген сөзді көкейге салды. Көріністер болды. Көп адамдар көз алдымнан өтіп жатты. Төмен қарап өтіп жатты. Тек 2-3 адам ғана бастарын көтеріп, жан-жағына артына қарап тұрды. Бұл тозақта деген сөзді көкейге салды. Екінші көріністе аспанда самолет біресе жоғары, біресе төмен қалықтап тұрды. Аспан кемесіне қауіп бар деген сөз көкейге келді. Одан кейінгі көріністе көп адамдар қолдан тоқылған қол шатыр тәрізді үлкен бір нәрсенің астына үрейленіп тығылып тұрды. Бұл қауіпті сезінген адамдардың жүрегіне қорқыныш кірді деген сөзді көкейге салды. Одан кейінгі көріністе жарқыраған тақта жасыл киім киген бір аруақ отырды. Бұл Абылайхан ата болды. Абылайхан атаның даусы естілді. 300-дің басын қостым. Ер қаруы 5 қару. Ер азаматтарды жолға салдым деген саңқылдаған даусы естілді. Одан кейінгі соңғы көріністе өзімнің әкем көрінді. Мен сені кеш түсіндім деген әкемнің сөзі көкейіме келді. Аналарда мейірімділік жетіспейді дейді. Ойға салып, мақал мәтелмен, сөзбен жеткізіңдер, қуат болып, әрбір пендеге құлаққа енер. Алақан тазарса, ой, аяқ, табан жерге жалғанып, аспан көкке, құсқа жалғанып. Көп ақыл алай-дүлей сөз келер көкейге. Шерхан Мұртаза да халқына, еліне қызмет еткен. Сарыбай ата қолдауымен Сауд Арабия мемлекетінде мейірім, махаббат, көркем мінез, олардың түсінігі басқаша. Түрік елінде ұзақ уақыт тазару жүреді. Өз салт дәстүрін ұмытқан, құрбандық шалып, құрбандықтың арқасында тазарар. Жайнақта егілген әрбір егін өнімдері шипалы болар, жемісі. Осы жылы емдік шөптер өте көп өсуде. Көбірек жинап қою керек. Астарлап сөйлеп, сөз қуатын меңгеру керек. Жүк тазартпай, халге кіру мүмкін емес. Үнемі аятылы күрсіні оқып, іштей оқып жүру керек. Табанды болыңдар. Сұхбат алаңына шығып, халыққа бөлісіп тұрыңдар. Көрген, алған, хикмет, хақиқат, ойларыңа ем, не болса да халықпен бөлісіп отырыңдар. Алла деп ата жолына жүрген аналар салғырттық көп өте. Ойына тура келгенін жасап жүр. Іздену үстінде жүргендерге оң өзгерістер болар. Пендешілік халінен шыға алмай жүрсең, өзіңнен ізден.
тарихат, мағрипат, шариғат, ақиқатты ізденіп оқып, түсініп алыңдар. Өкімет көп қаулы шығарып жатыр. Халыққа тонауға кірісті енді. Ел онсыз да тозуда. Құрбандықпен шығар қиналған пенделер. Құлпидin баба қолдауымен, ғайыберен қылып баба қолдауымен. Алланың аманатына қиянат жасамаңдар. Опа болмас. Көпшілік ішінде хақиқат жолын ажырата алмайды. Ерің ез, әйелің ер мінезді болып кеткен заманай. Дөнен баба қолдауымен. Қарақұста адамның 62 тамыры жиналған. Жылы ұстап, сол жерді қорғау керек. Жуалы өңірінде өте көне ойпаттар, тарихи мәліметтер, түрлі сырлар ашылар. Әрбір сөзде қазақта терең қуат бар. Өз ана тілін жетік меңгерудің үстінде ғана сезінер ол қуатты. Қайназар ата қолдауымен. Уақыт сағат тақап жатыр. Енді өмірге нағыз ата жолының нәрестелері өмірге келер. Бисмиллахиррахманиррахим. Таңғы зікірден көрген көрініс. Ескі іс машинка көрінді. Сол істеген машинкаға біреу қолын сөзді. Ол қол Асанәлі Әшімов ағамыздың екінші әйелінің қолы екен. Арыстан баба тау ордасының төбесінде аспанда найзағай жарқ етіп найзағай көрінді. Қожа Ахмет Яссауи атаның белгісімен алынды. Жаздың ыстығы қаралықты күйдіреді, өлтіреді, жоқ қылады. Сонда бар болу үшін өзіңнің амалыңды жаса. Бір-бірің үшін дұға жасаңдар. Жетім жесірге көмек беріңдер. Көмегінің бітік шықса, сол жоқ-жұқаға беру арқылы өзіңнің нұрың тасады. Және жер ананы жаңартасың. Бұл жақсылық елге тарайды. Сонда сенің сауабың артады. Жүрегің ағарады. Асақан қойдырекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Зікір ақпарат. Самалды жермен тазалап өтіп әлемді. Ақиқатпен аршылар жолдарың. Теріс кейді теріс ойлар басса да, оңтүстікке оралады жыл құстары. Батыстың батпағынан шыға алса, шығысыңда желбірейді туларың. Аса білсеңдер алдарыңдағы асудан. Жемқорлардың жетеуі құрықталады. Машиналардың жаңа түрі ойлап шығарылады. Мәруанға жайнақтағы жаңа өмір басталды деген түсірім түсіруі керек. Гүлнарға аспазды терең меңгеріп, асхананы қолға алу керек. Тосқауылды бұзып жарып шыққан пенделерге Алланың сыйы бар. Жаман қара ұруының аруақтары бас көтеруде, ұрпақтарын қолға алады. Шет елден инвестиция құюға ұсыныс түседі. Екібастұзда тағы да ақау шығып сынақ болады. Зайсанда суға кету кісілер көбейеді. Қарасай батыр кәсіптен қолдау салды. Қолөнер ашыңдар әрбір өңірде. Жайнақ ата қорған қойдық Байымбай Қашата ордасына. Зікірдің күші енді Астана тазарылып, тыныштық сақталады, саналар ашылады. Шетелден Қытай, Жапон, кәрістер, түріктер зерттеп жатыр. Зікірді ата жолын ұйқылары шайда ашылып, әруақтары маза бермей, түстеріне еніп қазақтың әулие батырлары, өз әруақтары денсаулықтан белгі ретінде беруде. Қызай ана. Атал жолда жүргендердің бір-біріне деген сенім аз. Сенім жоқ жердегі жеңіс толық болмайды. Әр атал жолдықтардың өз арасындағы махаббаты әлі толық емес. Ал өзара бір-біріне деген жанашырлық болмаған соң береке бірлікте айналып өтіп кету мүмкін. Ең басты мақсат қазақ үшін болу керек. Кімде әділдік болса, аруақ та солар жетелейді. Өзінің жүрегінің үнмеген адам қорқынышты, күнделікті зікірден қуат алған адам, Құдайдың мейіріміне бөленген адам. Қабанбай ата. Аталы жолдықтар қазір арпалыс үстінде. Әркім өзін көзін таба алмағанда күй кешуде. Бір мазасыздық жайлап алған. Ешкімде қазығын әлі толық қағып болған жоқ. Осы арпалыс арқылы да қуат жинайсың. Сенің әрбір қиналысың, арпалысың сені шынықтырады, тазалайды. Әр қиналысыңа қуануың керек.
ертең оның қарсылығын міндетті түрде аласың. Сол қиналыс арқылы өзіңнің сасық тазалайсың. Садақа берген кезде жеңілдік аласың. Ауырдың астымен, жеңілдің үстімен жүруге әрекет жаса. Сүйінбай ата, әр күн сайын, әр ай сайын, керек десең әр сағат сайын өзіңнің есебіңді өзің бер. Қандай жетістігің бар, қандай кемшілігің бар, өзіңді айнадан көргендей көре алатын бол. Адам өзін біледі. Ішіндегін түртіп белгі берген сайын қорытындыңды жасай қой. Сонан соң күресіңді баста. Сен өзің жаусың, сен өзің қорғансың. Осындай болғанда ғана аруақ сені қорғанына ала қояды. Аруақ шиірікте бұрандап жүргендердің жүзі қап-қара болып осы дүниеде күйеді. Жасаған құлшылықтары зая кетеді. Алдынан терең, өте терең көр қазылуда. Зікір дулат жырау. Ақын болу оңай емес. Қазақ қашанда сөзіне қарауыл қойып үйренген. Тек қазіргі уақытта сол сөз саптаудан көптеген қазақтар ажырап қалған. Біздің тұсымызда аталарымыз ауыздан шыққан сөздің аяғын зерделікпен өздері аяқтай қоятын. Қазақ қайтадан сөз құдіретін меңгереді. Өйткені қазақтың сөзінің күшін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Ұрпақ сабақтастығы жалғасады. Олармен бірге қазақ сөзде өзінің бұрынғы салмағын ие болады. Бисмиллахиррахманиррахим. Найзағай жарқылынан жүрек қағыс реттеледі. Сондай-ақ биылғы дүниеге келетін ұл балалардың саны қыз балалардан басым болмақ. Алақан суытушылар мен ізін суытушыларда бірдей болмақ деген ақпарат алынды. Бисмиллахиррахманиррахим. Таңға келген зікір ақпарат. Құрт-құмырсқалар көбейеді. Египетте өзгерістер болады. Маусым айында кей елдерде де өзгерістер тұр. Хамелеон жануарлары пайда болады. Алдағы уақытта Астанада өрттер тұр. Алматыда биік тұрған үйлерінде де сынақтар болады. Биылғы түлек бітірушілерге ескерту болып отыр. Әскеридағы жоспарлар айтылады. Ақбұлақ ауылында үлкен сын болады. Шілде айында ыстық болып, халықтар зардап шегеді. Ескіше әндеріміз шетел елдерінен көтеріледі. Ауған елінде халықтар зардап шегеді. Ұшақтардың сындар болады. Түрік басшыларында сындар болады. Қытай мен Қазақстан келім шарттар туралы айтылады деген ақпарат келді. Ауа арқылы ауру қоздырғыштарының таралуы, шегіртке жұмыртқасын қолдан шашып көбейтуі, тыныс жолдарын тітіркендіргіш шөп тұқымдарын ауа арқылы шашып көбеюі, балалар арасында денелеріне тосылдап ісініп, тері қабаттарында бактерияның пайда болуы, ересектер арасында тіс ауруларына асқынуы, алған дәріден улану көбейеді. Кеміргіштердің көбеюі, адамға шабуылы, кірпіні көбейтіп қолға ұстаса, кеміргіштер азаяды. Астық өнімдерінің сапасы нашарлануы, ауа райының ылғалдануынан бал бидайлануы. Биыл емдік шипалы шөптердің құнары артады. Кейбірін ерте гүлдегенде жинап, кейбірін піскенде жинап, кейін тамырға нәрін жинап тамырдағы емдік дәрілер жасалынар. Жалбызбен қалампырды жиі ішу керек. Қалампыр іштегі құртты өлтіреді. Жалбыз бүкіл ағзадағы ауырлықты жібітіп, терілетіп, терменен сыртқа шығарар. Тер қорғамай, денедегі терді қорғамай, суықтатып алуға болмайды. Ауызға қалампырдың бір талын салып сорып жүрсе, тіс шегеден тазарып, тіс түптері мықты болар. Сұлтанды көрсетті. Оған әлдекім ақ білектіні тәрбиелеп алып шығасын деп айтып жатты. Тақ сияқты мінбеде отырған әйел адамды көрсетті. Оның тағының артында екі қанат бейнесі болды. Құс бағушылар көбейеді. Түркістан өңірінде Алланың нұры түсуде. Не баптасаң да береке кірмек. Әр өңірлерде керуен күтетін жаяшылар, ордаларда зират етушілерге жеңілдік салар арбақ. Арадан екі ұрпақ бекітіледі арбақ жетегіменен. Көлік тізгіндеп зиратқа апаратын. Бисмиллахиррахманиррахим. Зікірден алынған ақпараттар. 2 күн көрінді. Екінші күн бірінші күннің айналасында айланып жүрді. Шыңғысхан атамыздың бас киімі өте деу екен. Жас кезіндегі бейнесін көрсетіп өтті. Аттың үстінде отырған бейнесі, басында ақ жаулықтың үстіне тақия киіп алған бейнесін, жас кезіндегі бейнесін көрсетіп өтті. Боксшы Шавкаттың бет жүзі қарайып кетіпті.
22-24-05 сандарын көрсетіп өтті. Жазудағы үлкен Д әрпінің ортасына арқан тартып жатты. Ол Д әрпі жазудағы В әрпіне айланып жатты. Қосу белгісі әрі кереге көз, әрі иқыз таңбасы келіп тұрды. Тәжік өз ұлттық аспабын ойнап жатты, одан үн естіліп жатты. Түрік өзінің 4 бүршек қызыл бас киімін киіп алып, өзінің ұлттық аспабын ойнап жатты, одан үн естіліп жатты. Жоғалған екі үнмен байланысты деген үн келді. Қылтамақ дерті көбейер. Қысылтаяң кезеңде шабыт беріп қуаттап, уақыт қадірін бағала деп, мылтықсыз майдан кезеңде қолда қалам болып, тілін найзадай қадалып, ақтық жолыңды ақтап ал. Нөсер жауып, жауратса да төзе білгің, әр тамшымен тазартып, суықтық шығар бойлардан. Кіші Амантай жер қазып жатты. Оның артында үлкен қоңыр аю. Ол аюдың артынан үлкен маймыл. Екі көзі қып-қызыл болып көрініп, жолдағының бәрін қарашаң қылып құлатып келе жатты. Шыңырау түбінен шығатын сәуле болар. Жеті тостаған сүт. Ала дорба асына қыл көпірден өтерсін. 9 өрім қамшы. Көк беттік судың бетіне шығар деген үн келді. Таңнама зікірдегі көрініс. Зікір оқылып жатты. Қалкен мырза бұрынғы кездегі бұйрық жазылатын шиыршықтап оралған шиыршықты жоғарғы көтеріп ашып оқып жатты. Келесі көрініс. Анар апай қолында екі кәтел, темір кәтел бірін-біріне кіргізіп жатты. Екеуі бос, бірін-біріне кигізіп. Келесі бір кәтел пластмас екен, түсі қанық қызыл, ол бос болып тұрды, соған салайын деп жатқандай. Сондай көрініс болды. Мен аған зікірінде бір 3 ұл баланы көрсетті. Ана асфальттың үстінде, қаланың ортасы емес пе? Кішкентай шет жақтар. Соған өрт жағып жатыр екен. Белгі беріп жатыр екен көтеріліске. Басқа адамдар, ана студент балаларға ұқсайды. Үстіне жынсы келген, шаштары өскен, бітті қайырылған, сондай 3 бала. Бірақ та маска кимеген, мен ойлап қоймын, неге маска кимейді? Ана камераға түсіп қалады ғой, түрде жүреді. Сондай көрініс болды менде. Қапшағайда су тартылады. Жусан шөбі ем болар. Қыл көпірден өтуге шалынған құрбандықтар шапағатшы болар. Таршылық көрген үнемдеп жұмсар, молшылық көрген қос қолдап жұмсар. Тырнақ астынан кір іздемей, терең сабыр мен қажырлық керек. Әңгіренде көмір шығады. Ақпарата қолдаумен. Менмендік көп, жылулық болса әрбір пендеде. Адамға мейірім, махаббат, рақымшылық болса, Самарқанның көк тасы ериді деген үн келді. Көкжал Барақхан қолдаумен. Әділ елдің патшасы ел мақтайды. Әділетсіз елдің патшасын халық даттайды, халқы қирайды деген үн келді. Тіленше баба қолдаумен. Алматы шатқалындағы бұлақтар атқылап шығар. Бірақ ол судың көп мөлшері болғандықтан су атқылайды. Ғасыр әлі күні түні іске жегулі, өнерлі, бірақ еріншек, өзін өзі алып қашпасы бар. Саурық баба қолдаумен. Ер азаматтар жайнаққа тартылады. Жол салуда. Ниеттер тазарады. Ағылаға қолдаумен. Пенделер қиналуда. Ата руағы жетелеп келер. Ата жолының ақ туы желбіреп, керуендер қатары көбейер деген үн келді. Әрекетте берекет, жамағат болып өз ұрпақтарыңа жол ашу керексіңдер. Киіз үй қуат қосар денсаулыққа пайдалы. Арыстан баба қолдаумен. Көпке топырақ шашпай сөзге тоқтау керек. Сөз атасы ілім, арқылы келер тәлім тәрбие. Шаймерден баба қолдаумен. Ақты ақ, қараны қара дейтін заман келер. Әділдік орнайтын заман. Сұңғыла шөбі ем болар. Сайрамдағы сансыз баба қолдаумен. Ұлт ұлтқа бөлінбей, жаппай келер еміздеп ата жолына. Дөнен баба әлемді жаулап алған Алланың әскерлері. Тылсым сырлар ашылып, тарихтар ашылар. Сан түрлі ауруларды емдейді зікір үнімен. Майқы би баба қолдаумен. Көз қорқақ қол батыр. Құрбандықтардың арқасынан үлкен өзгерістер болар. Омар Хайам, өтпелі кезең, үлгеріңдер. Тақуалық толық меңгеру өзіңе үлкен түзу жол ашасың. Атақ даңққа қызықпай, халыққа жол жоба көрсетумен жақсылыққа ерсесін. Өз нәпсіңді жеңе алмай, атәуре көтәуре болып жүр.
7 күн 7 түн жылы ұстау керек өрісті. Дүрия ана қолдаумен, кемелденіп ой ақылды қосып жұмыс жасау керек. Зар ана қолдаумен, зарын айтып заманның қиналған тылсымнан ана әруағы ұрпағы үшін әділ болысы жоқ заманай. Аққулар ұшуға қанаты толық болмай тұр, меңгере алмай арлы болумен арқылы даналық келер. Қасқайып тұру қаралыққа тұру керек. Масқапшы молдалар, имамдар сынаққа түсер, ірге тасы бұзылар. Олардың шындықтары жоқ. Адам халық ұғымы өзгеруде. Дербісек баба қолдауымен. 9 жылдың торабына толқын келді. Темір жолда сынақ болады. Сахалинде құйынды жел тұрып дауыл тұрады. Жайықтан келер жаңалық бар. Сәрсенбі күні сәттілікті тілеп жұмысты бастау керек. Халықтың ақшасын тұнап жүрген телефон арқылы ұрылар ұсталады. Оқшата. Тіліп сөйлейтін аз дуал қасиеті иелер тәрбиеленуде. Аруақтар жетегіне тырысқан жандарға қолдау күшеюде. Әлжан еліне олжамен оралар. Жайнақта жарқыраған жұлдыздар көбеюде. Оған жалғанатындар ниетімен амалын түгендер. Ауыз өзімдікі деп қалай болса солай сөйлегендер несібесін азайтар. Тірі кезінде мойныңдағы құл қақысынан құтылудың жолын ізде. Артық сөзден жерде жиркеніп демін тартар. Зікір Махамбет ата. Қазақтың қара сөзінің арқасында ханмен де терезең тең болады екен. Ол үшін де аузың дуалы сөзің өтімді болу керек. Сөзің өтімді болу үшін әділдік керек. Әділдік іздеген адам міндетті түрде іздеуден өтеді. Халық әділ төреші, өйткені халық дегенің Алла тағаланың өзі. Алла тағала халық сөйлету арқылы шындықты көзімен көрсете қояды. Үнінің дәрежесіне қарай көкейіне сөз салады. Сол үшін де екі қарап бір шоқу керек ақ. Зікірі Жамбыл ата. Аталы жолдықтар ақырындап ішіндегісін сыртқа шығара бастады. Әлі әліптің артын бағып отырғандар да бар. Бір-біріңді орынсыз аңди бермеңдер. Қайтсем аталы жолға септігімді тигіземін, қандай көмек көрсетемін деген ниет толық болмайынша, сен қызметіңді толық жасай алмайсың. Ниет дұрыс болмайынша алға баспайды. Сөз қумаңдар. Сөз қуған пәлеге жолығар. Өзің құрып кетесің ақырында. Кран Мерек ата. Орда киелі, себебі орда Алла тағаланың бұйрығымен ашылған. Ол аруақтардың жиналатын дүнияда құтты мекені. Қандай бір орда туралы жаман ниетте болған адам аруақтың қолдауына мұқтаж түбі бір болмай қоймайды. Аруақтың ризашылығын алған адам Алланың разылығын алған болады. Мына жалған дүнияда қиналып кетсең, араға аруақтарды салып көмек сұрасаң, жаратушың сені құр бекерге тастамайды. Алла тағаланың қолы аруақтар арқылы да ұзарады. Аруақтар тірілермен арадағы көпір тәрізді. Сен о дүниямен аруақтардың жәрдемі арқылы тілдесесің. Aruақтар, аталықтан қолдайды.